Мен мында оқыған кітаптарымның ішінен сүйікті кейіпкерлердің образын талдап отырмын. Ол қандай образдар? Маған қызықты болып тұр, атап өтсең. Айтып кетейін ендеше. Мында мысалы Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясындағы басты кейіпкер Абай, яғни Абайдың бейнесін, өмірбаянын талдап сонда жазған. Сол секілді бізде Ақсауыт повесі. Мұнда батырлар жыры туралы, солардың ерліктері туралы басты кейіпкер, яғни бізде батырлар. Саған қандай кейіпкерлер ұнайды? Саған әдеби шығармадағы кейіпкерлер ұнаса, маған ертегі кейіпкерлері көбірек ұнайды. Мысалы, оның ішінде батырлар. Батырлар бұл біріншіден оқырмандарға қызығушылығын арттырады, екіншіден ерік жігер қасиеттерін береді.